Иран көне өркениеттің мұрагері, әлемдегі ең бай мәдениеттердің бірі. Бірақ бұл елдің сыртқы көрінісі мен ішкі өмірі мүлде екі түрлі. Батыстан қарағанда Иран өзіндік дәстүрі мен мәдениеті бар ел болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде бұл елдің көлеңкесінде бір үлкен құпия бар: әйелдердің жасырын өмірі. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздермен бірге Бахамуру YouTube арнасы. Бүгінгі шығарылымда Иран елінің әйелдерінің жасырын өмірі туралы айтатын боламыз. Ендеше арнадан ажырамаңыз. Бұл елде әйел болу қатаң шектеулерге көну деген сөз. Сен қалай киіну керектігін, кіммен сөйлесуге болатынын, тіпті өміріңде қалай сүру керектігін өзің шеше алмайсың. Егер заңға қарсы шықсаң басың бәлеге қалады. Бірақ бұл шектеулерге қарамастан Иранның көптеген қыздары бұл жүйеге қарсы келіп, асыратын өмір сүріп жатыр. 1979 жылға дейінгі Иран бостандықтың соңғы жылдары. Бір кездері Иран басқаша болатын. 1960-1970 жылдары бұл ел заманауи өмір салтын ұстанған. Әйелдер еркін киініп, білім алып, мансап құра алған. Ол кезде университеттерді ерлер мен әйелдер қатар оқитын. Тіпті кейбір салаларда әйелдердің саны басым еді. 1979 жылғы ислам революциясынан кейін бәрі өзгерді. Елдің билігіне аятоллар келіп, Иран шариғат заңдарына бағындырылды. Алғашқы өзгерістер әйелдерге қатысты болды. Мысалға, хиджаб тағу міндетті ереже болып бекітілді. Әйелдер еркін жүріп тұру құқығынан айырылды. Қыздар мектепте оқи алатын болса да, көп мамандықтарға жол жабылды. Әйелдердің саяси құқықтары шектелді. Бұрын еркін жүрген қыздар бірден басқаша өмір сүруге мәжбүр болды. Олардың барлығы қара чадраға оранып, көшеде жүріс-тұрысына дейін өзгертуі керек болды. Ирандағы қазіргі әйелдердің өмірі. Қазіргі Иранда әйел болу өз өміріңді толық бақылауға ала алмау дегенді білдіреді. Мұнда заң ерлердің жағында. Егер әйел күйеуінің рұқсатынсыз шетелге шыққысы келсе, оған бұл тыйым салынады. Егер күйеуінің келісімі болмаса, жұмысқа да тұра алмайды. Оның үстіне көшеден бақылау өте қатаң. Әдеп полициясы кез келген уақытта қыз-келіншектерді тоқтатып, олардың киімдерін тексереді. Егер біреуінің орамалы дұрыс тағылмаса, немесе киімі тым ашық деп санаса, оны бөлімшеге алып кетуі мүмкін. Иранда әйелдердің құқығы тек киіммен шектелмейді. Олар тіпті спортпен де шектелген деңгейде айналысады. Әйелдерге футбол стадиондарына кіруге рұқсат жоқ. Егер біреу ер адамша киініп жасырын түрде матчқа баруға тырысса, ол түрмеге қамалуы мүмкін. Бірақ шектеулерден де қауіпті нәрсе бар: заңсыздық. Иранда зорлау немесе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер әділдікке жете алмайды. Егер біреу зорлық туралы шығым түсірсе, билік көбінесе ер адамды қорғайды. Жасырын кештері мен жасырын еркіндік. Бірақ осының бәріне қарамастан ирандық қыздар жасырын түрде өз өмірлерін сүріп жатыр. Бәріне көнгендей болып көрінетін бұл қыздардың өз әлемі бар. Көптеген жастар жер асты кештерін ұйымдастырады. Бұл кештерде музыка ойнайды, қыздар хиджабсыз билейді, тіпті алкоголь да ішеді. Бірақ бұл өте қауіпті. Егер полиция мұндай кеш туралы біліп қойса, барлық қатысушыларды ұстап түрмеге жабады. Жастардың тағы бір баспанасы әлеуметтік желілер: Instagram, Telegram, Twitter. Ирандық қыздар үшін жалғыз еркіндік алаңы. Олар хиджабсыз суреттерін жариялайды, билікке қарсы пікір білдіреді, әлемге өз үндерін жеткізуге тырысады. Бірақ билік бұл платформаларды бақылап отырады. Егер бір қыздың аккаунты әшкереленсе, оның басына үлкен қауіп төнеді. Махса Амини және Ирандағы көтерілістер. 2022 жылы бүкіл әлем Махса Амини есімін білді. Бұл 22 жастағы қыз әдеп полициясының қолына түсіп, бірнеше сағаттан кейін қайтыс болды. Ресми нұсқа бойынша ол жүрек талмасынан көз жұмған, бірақ куәгерлер оның қамауда соққыға жығылғанын айтты. Махсаның өлімі бүкіл Иранда толқулар тудырды. Мыңдаған қыздар көшеге шығып, хиджабтарын өртеді, еркіндік талап етті. Бұл ел тарихындағы ең ірі көтерілістердің бірі болды. Бірақ билік бұл наразылықты күшпен басты. Көптеген қыздар түрмеге қамалды. Олардың кейбіреулері азапталды, кейбіреулері тіпті жоғалып кетті. Бірақ бұл қозғалыс әлемге ирандық әйелдердің шынайы жағдайын көрсетті. Ираннан қашу қыздардың соңғы үміті. Көптеген қыздар Ирандағы өмірден құтылудың жалғыз жолы елден қашу деп санайды. Бірақ бұл оңай емес. Егер қыз шетелге кеткісі келсе, оған әкесінің немесе күйеуінің рұқсаты керек. Көпшілігі Түркияға немесе Еуропа елдеріне жасырын жолдармен өтеді. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Иран елінің әйелдерінің өмірлері өзгеруі мүмкін бе? Егер де өзгеруі мүмкін болса, пікір алмасу бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз. Осымен біздің шығарылым соңына жетті. Сіздермен бірге болғанмен Бахамуру YouTube арнасы. Келесі шығарылымда жолыққанша. Болды.